Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята. Бүгін, балалар, мамырдың 19-ы. Сегодня 19 мая. Сабағымыздың тақырыбы кім қайда демалады? Кто где отдыхает? Пишем дату и тему. Сабағымыздың жаңа сөздермен танысайық. Новые слова. Повторяем за мной. Жоспар, таныс, арала, шипажай, сапар, өзен, тау. Теперь, ребята, пишем жоспар, план, таныс, знакомый, знакомая, знакомые, знакомые. Арала, обходи, гуляй. Шипажай, санаторий. Сапар, поездка. Өзен, река. Тау, гора. Енді балалар, суретке қарап қайталаймыз. Шипажай, санаторий. Сапар, поездка. Өзен, река. Тау, гора, таулар, горы. Жоспар, план, таныс, знакомый, арала, обходи, либо гуляй, шипажай, санаторий. Енді балалар, тыңдаймыз. Теперь, ребята, слушаем текст. Әлібектің достары жазғы демалысты жоспарлады. Друзья Алибека планировали летние каникулы. Әлібек жазғы демалыста ата-анасымен сапарға шығады. Алибек путешествует с родителями во время летних каникул. Анель әжесімен шипажайда демалады. Анель отдыхает в санатории со своей бабушкой. Саша достарымен тауда велосипед тебеді. Саша катается на велосипеде в горах с друзьями. Анна ауылда демалады, өзенге шомылады. Анна отдыхает в деревне и плавает в реке. Өте жақсы балалар, енді мәтін түсінікті болса, бірінші тапсырманы орындаймыз, сөйлемдерді толықтырамыз. Көп нүктені орнына қоямыз. Ол кім? Кімнің атын жазамыз? Дұрыс айтасыңдар. Әлібек. Әлібек жазда шетелге ұшақпен, вот окончание, сапарға шығады. Дальше вы сами. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Отвечай на вопросы. Әлібек қайда демалады? Алибек где отдыхает? Анель қайда демалады? Саша қайда демалады? Сен қайда демаласың? Ты где отдыхаешь? Будешь отдыхать. Енді балалар, бірінші сұраққа былай жауап беруге болады. Әлібек қайда демалады? Сапарға шығатын адам, кто где путешествует, ол, яғни шетелге шығады, за рубеж. Шетелде демалады. Әлібек шетелде демалады. Екінші сұрақтан бастап өзіміз орындаймыз. Дальше вы сами. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.